Аузу биллахи минашшайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді, жаратушы Жаббар Хақ Аллах Тағаланың атымен бастаймыз. Біздің каналымызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап. Сұрақ: қиыншылықтан құтылу, шипа тілеу, немесе несібесі көп болу үшін садақа беруге бола ма? Садақа мен несібелеріңді жаудырыңдар деген мағынадағы хадис дұрыс па дейді. Жалпы айтқанда садақа берудің сырлары жайлы біздің күнімізге дейін көптеген хадистер жеткен. Мәселен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде ризық несібені садақа берумен көктен түсіріңдер дейді. Имам Байхақи риуаят еткен. Тағы да бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам садақа берумен берекеге бөленіңдер дейді. Анығында пәле, сынақ садақамен бірге келмейді. Осындағы пәле, сынақ деген алдымыздан келе жатқан қиыншылық немесе басқа қайғылар садақа бергеннен кейін Құдай қаласа несі сынағы жеңілдейтініне бір дәлел деп ғалымдарымыз айтып кеткен. Хадистерде садақа жасауға үндеп, оның мол сауабы мен пайдасы бар екендігі баршамызға мәлім, баршамызға аян. Жалпы садақа дүниелікте пайдасы бар, ақыреттікте пайдасы бар. Дүниелік пайдаларының бірі дерттен сауығуға, пәле қиыншылықтарды қайтаруда және де қайғының сейілуіне әсерін тигізсе, ал ақыреттік сауабы Аллах Тағаланың алдында мол сауаптарға кенелу болып табылады. Демек, дүниелік мақсаттарда да ниет етіп садақа берудің еш әбестігі жоқ, яғни болады. Дегенмен мұсылман деген адамның садақа беру арқылы ақыреттік сауапқа кенелудің көздегені абзал болып табылады. Яғни мен бәленбай ақша бердім, енді байып кетем, енді менің жолым ашылып, саудам жүріп, бизнесім дамып кетеді деген сөз кішкене қате болып табылады. Оның мал-мүлкін Аллах Тағала береді, арттырады, бірақ садақа беру арқылы ақыретте мол сауапқа Құдай қаласа кенелем деп ниет еткені дұрыс. Бірақ халал ақшадан бергені қабыл болады. Ал харам ақшадан, жаманшылықтан тапқан ақшадан садақа қабыл болмайды. Естіп білгенімізге амал істеуге Аллах Тағала нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.